Саламатсыз ба, апай? Саламатсыздар ма балалар? Бүгінгі сабаққа дайынбыз ба? Иә! Көңіл-күйіміз қандай? Жақсы! Жарайсыңдар. Балалар, олай болса, әдебиеттік оқу сабағын бастаймыз. Балалар, біз осы әдебиеттік оқу сабағына қандай бөлімде өтіп жатырмыз? Атақты тұлғалар бөлімін өтіп жатырмыз, иә? Ендеше сол қандай атақты тұлғаларды білеміз? Кім айтады, Інжіл айта ғой? Жамбыл Жабаев, күш атасы Қажымұқан, Тақырды оқырайық. Әбу Насыр Әл-Фараби. Тағы да қандай атақты тұлғаларды білеміз, Айған? Әбу Насыр Әл-Фараби, Жамбыл Жабаев, Абай Құнанбаев. Жарайсыңдар. Балалар, біз қазір үй тапсырмасына барымыз дайынбыз ба? Иә! Олай болса, менің қолымда мынау ақылда қалпақ әдісі бойынша үй тапсырмасын кімнің қаншалықты дайындалып келгендігі жайында білеміз. Ендеше үйге берілген тапсырма, Серік, үйге қандай тапсырма берілді? Күш атасы балуан. Күш атасы балуан. Не жайында? Айзере? Қажекең туралы. Қажекең жер шарының 24 елін аралап, олардың балуандарымен бірлескен. Алтыны бар, күмісі бар, барлығы 48 медаль алған. Ол қай жылы қай елге сайысқа барды? Ол 1905 жылы Қытай еліне барады. Ресейде 18 балуан қосылады. Бірақ олардың ішінде Подумный кімнің досы? Қажымұқанның ресейлік досы. Әрі қарай сайыс қай қалада өтеді? Азамат жауап бере ғой. сайыс Харбин қаласында өтеді. Оларға 30-ға жуық балуан жиналып жүздеседі. Саркекен қай елдің балуаны? Жапонияның балуаны. Олар Саркекенді Жапон елі jiu-jitsu. Сондықтан ешкім Қажекең ешкім белсенді ортаға шыға қоймаған, Қажымұқан тәуекел деп ортаға шығады. Жапонды балуан ол мұшықша қимыл жасайды. Әрі қарай беріп жалғастырамыз. Саркекен ол мұшықша қимыл жасайды. Балаларың үй тапсырмасына жақсы дайындалып келсіңдер. Балалар, бүгін біздің өтетін жаңа тақырыбымыз Ахмет Байтұрсынұлының жаңағы бала Ахмет балалық шағымен танысатын боламыз. Балалар, біз суреттегі тұлғаны көріп тұрмыз ба? Иә! Таныдық па? Кім бұл? Ахмет Байтұрсынұлы, иә? Қазақ әдебиетінің 5 арысы кімдер? Шәкәрім, Құдайберді, Міржақып, Дулатов, Мақсатбек, Аймауытов, Жұмабай. Балалар, Ахмет Байтұрсын бұл ақын жазушылар білім мен ғылым саласында ерен еңбек еткен. Олардың қаламынан туған туындыларда әлеуметтік қоғамдық жағдайлар, қазақ халқының азаттығы мен теңдігі кең орын алған екен. Бұл кісілерді жалпы қалай атауға болады? 5 арыс. Балалар, бұл кісілерді неге 5 арыс дейді? Өйткені бесеуі де елдің мұңын жырлап, қараңғы халықты ағартушылыққа бет бұруды көздеген азаматтар болған екен. Ахмет Байтұрсынов туралы білімізді әрі қарай кеңейту үшін біз Ахмет Байтұрсынов туралы қысқаша бейнебаян көреміз. Ахмет Байтұрсынов орыс қазақ мектебіне келеді. Оның 1891 жылы бітіріп, Орынбордағы 4 жылдық мектепте оқуға түседі. 1895-1909 жылы Ақтөбе, Қостанай, Қарқаралы уездеріндегі орыс қазақ мектептерінде оқытушы. Қарқаралы қалалық училищесінде Балалар, жалпы бейнебаян кім туралы екен? Ахмет Байтұрсынұлы. Не баяндалған? Ахмет Байтұрсынұлының Өмірбаяны. Оның жаңағы еңбектері және көптеген ақын жазушылардың ол туралы пікірлері жайында айтылған. Балалар, әрі қарай олай болса, бүгінгі сабақта Бала Ахмет атты шығарманы оқып,
Байтұрсыновтың балалық шармен танысатын боламыз. Балалар оқулықтағы 63-ші бетті ашамыз. Бірінші тапсырмаға қараймыз. Бұл жерде бірінші тапсырмада мына көптеген ақын жазушылар Ахмет Байтұрсынұлы туралы өздерінің пікірлерін білдірген екен. Мұхтар Әуезов былай дейді Ахмет Байтұрсынұлы туралы: Ахмет Байтұрсынұлы халықтың рухани көсемі дейді. Ал Сәкен Сейфуллин Ахмет Байтұрсынұлы ұлтын шын сүйетін дейді. Біз бүгін ахаңның әдебиет танытқышын Аристотельдің поэтикасымен салыстырар едік. Мұның мәнісі екеуі де бірі грек әдебиетінің, екіншісі қазақ әдебиетінің әліпбилері дейді Зейнолла Қабдолов. Ахмет Байтұрсынұлы қазақ тілінің тұңғыш әліппесі мен оқулықтарының авторы дейді Рабиға Сыздық. Олай болса, әрі қарай балалар тізбек әдісі бойынша келесі бетті ашамыз. Бала Ахмет мәтінін тізбек әдісі бойынша кезектесіп оқимыз. Айзере, бастай ғой. Бала Ахмет. Ахмет сүретін жарып жүрген екен. Сүтімен жердің жететінік бір пекпік ақынкөл атты көлі бар. Сол сайын далада дүниеге нәресте келді. Атын Ахмет. Келесі айғанын жалғастырамыз. Ахмет сол сайын далада дүниеге нәресте келді. Атын Ахмет деп қойған. Бала өсіп жатты, қабілетті болып өсті. Айтқанда қағылатын зерделі бала. Ол өз бетінше сан алуан кітаптар оқиды. Әдебиетпен айналысады. Сөзін жалғастыра ғой. Ахметтің дамып өсуіне Торғай өңіріндегі ақыздық мектебі де әсер етті. Ол Жұмабай, Есенжол, Сейдахмет, ақындардың Ахметті сипаттайықшы. Айғаным келе ғой. Айған келе ғой. Ахметті сипаттаймыз. Бала Ахмет өсіп жатты. Зерделі, қабілетті болып өсті. Ол бір айтқан сөзді қағып зерделі бала болып өсті. Білімге құштар болып өсті. Ол өз бетінше сан алуан кітаптарды оқиды. Әдебиетпен айналысады. Ол ұстаз, ғалым, ақын, педагог, ағартушы және әліппе авторы. Біз осылайша Ахмет Байтұрсынұлыны сипаттадық. Жарайсыңдар балалар, тамаша. Және қалай ойлайсыңдар, ақын үміті ақталды ма? Сейдахмет ақын, Ахмет туралы не дейді? Осы мәтінде. Сейдахмет ақын. Інжі жауап бере ғой. Ахмет туралы ол елітпей көңілдің болғандығын танытқан таңғажайып болған. Әдейі Ахмет те өлең арнап қолыма алдым бүгін. Бақ қонған оннан жаңа. Жарайсың. Балалар, енді біз алдыңғы өткен сабақтарда Ахмет Байтұрсынұлының қандай өлеңімен танысқан болатынбыз? Оқуға шақыру өлеңімен танысқан болатынбыз, иә? Сол жайында аяқ айта қойшы. Оқуға бар жатпа қара жолы кейінге шапшаңыра шақырды тауып мана әлде қашан қарап тұр терезеден күн жаудырап. Адамдар ұшқан құста жүрген аңда еш жұмыссыз тұрған жоқ ешбір жанда. Кішкентай қоңызда жүгін сүйре барады араларда ұшып болмай. Жарайсың. Балалар, сонымен Ахмет Байтұрсынұлы кім? Ол ақын, ұстаз, ғалым, сонымен қатар әліппе авторы, иә? Оның біз Ахмет Байтұрсынұлының қандай өлеңдерін білеміз? Қандай шығармаларын? Қандай өлеңдерін білеміз? Балықшы мен балық, Құмахат, Маса, Досыма хат, Анама деген өлеңдері бар, иә? Ал сонымен қатар оның қандай ғылыми еңбектерін білеміз? тіл құралы, оқу құралы, баяныш, сауат ашық, әдебиет танытқыш және ғалым атты ғылыми еңбектері бар. Қорытындылау мақсатында мына карточкаға сұрақ-жауап әдісі бойынша қазір есімдерге сұрақ қоямын. Соған жауаптарын жазатын боламыз. Бәріміз дайынбыз ба? Олай болса, бүгінгі
Кім жайында? Жаңа тақырып. Маркер ұмытпа. Жазсың? Апай, бала. Апай. Дұрыс. Кім жайында? Бала. Дұрыс, жарайсыңдар. Бала. Маркер жазбайма. Келесі, Ахметтің туылған жері. Ахметтің туылған жері. Қай жер Ахметтің туылған жері? Ахметтің туылған жері. Сарытүбек. Дұрыс. Келесі. Ахмет домбыраны кімнен үйренді? Домбыраны кімнен үйренді? Ахмет домбыраны кімнен үйренді? Апай, есен жоқ. Апай. Нұрпас, сен жауабың. Гүлсезім, сен жауабың. Асылжан. Апай, мен істеп. Апай, мен. Апай. Дұрыс. Дұрыс, барлық дұрыс жауап берілген. Келесі сұрақ. Ахметтің ұстазы жолға түсуіне тағы кімнің әсері мол еді? Ахметтің ұстазы жолға түсуіне тағы кімнің әсері мол еді? Апай. Ыбырай. Ой, нет. Жауап қабылданбай. Апай, апай, Жауап қабылданбай, Нұртас. Дұрыс. Асылжан, сен жауабың. Берік, сен жауабың. Ахметтің ұстазы жолға түсуіне тағы кімнің әсері мол еді? Брайан Займ. Сен жауабың, Сүмек. Дұрыс. Жауап қабылданбайды. Асылжан. Дұрыс. Ахметтің туылған жері. Әжеге дүниеге келді. Дұрыс. Келесі сұрақ. Қай жылы туылды? Қай жылы туылды? Сарытүбек. Дұрыс. Қай жылы туылды? 1900. Дұрыс. Жарайсыңдар, қарай. Бала Ахмет қандай болып өсті? Бала Ахмет қандай болып өсті? Бала Ахмет қандай болып өсті? Зерделі, алғыр, қабілетті, зерделі, қабілетті, алғыр болып өсті. Келесі сұрақ. Ол қандай ақындардың жырларын тыңдап өсті? Ол қандай ақындардың жырларын тыңдап өсті? Шапшаңдап, тезірек, Сейдахмет, тағы да. Есенжол, тағы да. Тағы да. Асылжан. Жұмабай, Есенжол, тағы. Бала, сонымен бүгінгі сабақ түсінікті болды ма? Олай болса үйге тапсырма. Мәтінді мазмұндау Ахмет туралы әңгімелеп береміз келесі сабақта. Ал енді менің күнделігім әдісі арқылы мен сіздерді бағалап шығамын. Бүгін сабаққа жақсы қатысқандығы үшін. Барлық сабаққа өте жақсы қатысып, үй тапсырмасына жақсы қатысып, жақсы дайындалып келесіз.